Сәлем достар, бұл біздің үшінші сабағымыз бала және жастар құқығы. Бастайық. Бұл кіріспеге қатты тоқталып қажет емес. Алдыңғы видеолардан тыңдап алыңыздар. Енді біз адам құқығы мен бостандығы атты бұл 4-ші бөлімнің соңғы сабағын өтеміз және де қарсылықты сауласпен таныс боламыз. Негізгі мақсатымызды алдыңғы видеодан қарап алсаңыздар болады. Ең бірінші видеодан тақырыбымызға келейік. Және де тақырыпша 20-ші бетте бала және жастар құқығы. Енді осы тақырыпшаны біз қарсылықты сауластың белгілерімен, жалғаулықтарымен байланыстыра отырып, қазір мысалдар келтіреміз. Қарсылықты сауластың белгілері бұл өте оңай. Әйтсе де дегенмен, алайда, қайткенмен, сөйтсе де деген сияқты жалғаулықтары бар. Мысал келтіретін болсақ, әңгіме сұрай бергені сол еді, жарқабай жауап қайтарған жоқ. Бірінші мысалға қараңыздар. Әңгіме сұрай бергені сол еді, жарқабай жауап қайтарған жоқ. Әңгіме сұрай бергені сол еді, бірақ жарқабай жауап қайтарған жоқ. Бірақ деген жалғаулық түсіп қалды, бірақ ешқандай бір мағынасының өзгермегенін көреміз. Себебі әңгіме сұрай бергені сол еді, бірінші сөйлемге екінші сөйлемнің жарқабайдың жауап қайтарғаны жоқ екенін. Қарсылықты саласының тағы бір белгісі, достар, бірінші сөйлемнің екінші сөйлемге немесе екінші сөйлемнің бірінші сөйлемге қарсы мәнде жұмсалуын айтамыз. Қарсылықты сөйлемдеп. Енді бір мысал келтіріп жіберейік, достар. Көп адам қасына келеді, бірақ жалғыз келе жатқандай сезінеді. Көп адам қасына келеді, бірақ жалғыз. Түсінікті деп ойлаймын. Біздің қонысымыз осында болатын да, ал әлгі ағайындарымыз сәл беріде жайлайтын. Енді бұл жерде қарап отырсақ, достар, ешқандай бір жалғаулықты көріп тұрған жоқпыз, бірақ біз жасырын тұр ол жалғаулық. Біздің қонысымыз осында болатын да, алайда, ал әлгі ағайындарымыз сәл беріде жайлайтын. Екеуі қарсылықты мәнде қолданылып тұр, достар. Енді тапсырмамызға келейік. Тапсырма сіздерде 12-ші аудио мәтін. Бұл 127-ші, 128-ші беттерде. Ол жерде екі кейіпкер Төрехан туралы және де бір қыз туралы айтылған. Бұл жерде Төрехан нешін Канададан Қазақстанға еліне ауысып келді, нешін жаңағы жастайынан ол балаларды шетелде оқытуға нешін қарсы болды. Сол сияқты сұрақтарға жауап бересіздер. Сіздердің бірінші сұрақтарыңыз, екі кейіпкер еңбек жолын қалай бастады? Жалпы мәтін өте қызық, негізі шығарма өте түсінікті, сондықтан да сізге қиындық тудырмайды. Сыртта жүрген Төрехан өмірден қандай сабақ алды? Канадаға оқуға кеткен Төрехан ол өмірден қандай сабақ алды? Ол жерде ақша үнемдеуді үйренген олар бәлкім, немесе өз кәсібінің жетіп машықтанған маманы болған және де Қазақстанға, Канадада қал деген ұсынысқа қарамастан ол еліне қызмет етуге қайтадан оралды. Енді екі кейіпкер мақсатқа жету кепілін не деп ұқты? Сіздердің көзқарастарыңыз маңызды бұл жерде. Елімізде жастардың әлеуметтік рухани тұрғыда өсуіне бағытталған қандай жобалар мен ұйымдарды білесіздер? Мысалы, мен айтуым мүмкін, шетелге бакалаврды бітірген жағдайда мен сыртқа шыға аламын. Болашақ бағдарламасы бойынша шетелге оқып келуге менде мүмкіншілік бар. Дәл солай, сіздер қандай бір әлеуметтік рухани тұрғыда ұйымдарды білесіздер, соған естейсіздер, соған елімізде құрылған ұйымдарды немесе жобаларды сіздер ұсынасыздар, жақсы ма? Достар, мына тапсырмаға назар аударыңыздар. Тапсырма емес, бұл жалпы сіздердің таңдауларыңыз, яғни болашақтағы. Мысалы, не үшін оны таңдадыңыз? Себебін жазуды ұмытпаңыз. Бұл екі нәрседе дұрыс немесе бұрыс деп айтуға негізі жоқ. Себебі бұл әр адамның жеке таңдауы, әр адамның жеке таңдауына және де біз естуіміз керек, құрметпен қарай алуымыз керек. Webex арқылы кездескен кезде осы 6-ші тапсырманы орындаймыз. Сондықтан да осыған да бір баса назар аударсаңыздар, мәтінді оқып сұрақтарға дайындалып кетсеңіздер келесі уақытта. Енді сабағымыз осымен тәмам. Қысқадан нұсқа айтылатын нәрселер осылар, жасалатын тапсырмалар міндетті түрде жасалынса. Достар.